ән айту барлығы чакраны ашады, бірақ жақсы ән айту. Қысқаша осы. Рахмет. Жанар ханымға қорқынышты қалай жеңуге болады, бойдағы қорқынышты? Маған ба? Жанар ханым, менде үйде өрт болған, бұдан 5-6 жыл бұрын. Сол қазір менде қорқыныш, түнмен тұрып, үйдің жан-жағын қарап шығам, ұйықтап. Оянған кезде міндетті түрде сол нәрсе ойыма келеді. Жүгіріп қарап шығам. Қорқыныш. Қорқынышыңызды отырыңызда өзіңізге айтыңыз. Я, міне, мен тағы қорқып жатырмын, я, міне үйім өртенді. Міне қазір үйім өртеніп жатыр, мен не істеймін? Айғайлайсыз, жүгіресіз, я, не істейсіз сол моментте? Айғайлайсыз, жүгіресіз, біреулерге көмекті шақырасыз, я, болды ал, бәрі келді, көмектесті. Сценарийді құрыңыз, сол қорқынышыңыздың сценарийі. Сосын оны сөндірді, одан кейін не болды? Ана затым күйіп кетті, анау жанып кетті, одан кейін не болды? Жыладым, айғайладым, ой, неге мен осындай дедім, одан кейін не болды? Бір жыл бойы жыламайсыз ғой, одан кейін не істейсіз? Одан кейін жеңілденесіз, қорқынышыңызды солай шығарасыз. Кәдімгідей айтасыз да, мысалы, күйеулеріңіз жүріп кетеді, қызғанады, бір нәрседе қорықсаңыздар, солай представляете қорқынышыңызды. Я, міне осындай болды, дальше что? Не істеймін? Ал айғайлаймын, жылаймын, бетімді жұламын, шашымды жұламын, сосын не істеймін? Бір кезде тоқтайсыз ғой, сол сияқты қорқынышты шығарып тастайсыз. Ал негізі қорқыныш ол жыршылардан келеді. Өйткені олар сөйлеспейікші, қымбатты ханымдар. Біреулер сөйлескен сайын сөйлеу қиында, бәріміз тыңдайықшы, ол қорқыныш сізге де айтылып жатуы мүмкін. Жыршылардан келеді, олар бізді контрольда ұстағысы келеді. Сондықтан да тонкие существолар деген олар жаңағы. Сол қорқыныш арқылы сізден энергия алады. Сіз қорыққан сайын олар энергия алады. Мысалы, күндіз біз бәріміз бәрін ақ-қараның бәрін көреміз. Кімнің тұрғандай, кім қандай, қай жерде. Түнде сөйлемейікші. Түнде әркімге өзінің қорқынышы көрінеді, иә? Бір жердегі зат бүйтіп үлкейген сияқты, біреуден бірдеңе шыққан сияқты. Сондықтан бәрі өзімізге байланысты. Надо проговаривать. Қағазға жазыңызда өртеп тастаңыз, или айтыңыз, міне, үйім полностью өртеніп кетті, ал не істеймін? Жылаймын, сықтаймын, сосын не істеймін? 1 жыл бойы, 2 жыл, 5 жыл бойы жылап отырмайсыз, бірдеңе істейсіз. Сол арқылы сіз қорқынышты жоясыз. Көбірек дұға оқыңыз, көбірек рухани практикамен айналысыңыз. Рахмет. Келесі. Жанар ханым, рахмет. Екеуіңізге де Айнұр ханым, сұрағым жаңа деген сұрақты тағы да өрбіткім келіп отыр. Менің 37 жаста құрбым бар, әлі күнге дейін тұрмыс құрмаған. Сол кісі біреуіңізден психолог, біреуіңізден фэншуист. Жалпы екеуіңіздің де жақсы білімдеріңіз бар. Сұрарымыз тұрмысқа шығу техникасы туралы тереңірек ашып айтып берсеңіздер. Тұрмысқа шығуға байланысты сіз қазір Балжанның, мына жерде Балжан деймін, көмекшім. Балжанның телефонын алыңыз да, сосын Балжанға хабарласыңыз. Балжан сізге 3 күндік онлайн тренингті береді YouTube-тан. Бұл өткенде менде онлайн тренинг 3 күн, 3,5 сағаттан өткізгем. Жалпы тұрмысқа шығу не үшін керек, қыз бала не істеу керек, бәрі бүге-шігесіне дейін айтылған. Сол лекцияны алып құрбыңызға сыйласаңыз, вот сіздің ең күшті сыйыңыз сол болады. Саламатсыз ба? Алдында Назым ханым отырды, карман зарядчик өткіш. Постоянно я думаю о чем-то. О чем зарядчик өркен, соны ала тұрайыншы десем. Дауысымды шығарып оқысам да болмайды да, именно дұға оқы. Дұға, сол кезде не туралы ойлайсыз? Әртүрлі нәрсе келеді. Мысалы, жұмыста болған, үйде болады, ертең балам сабаққа барғанда анамды айтады, күйеуімді ойлаймын, қыздарымды ойлаймын, сондай. Міне мынау сіздің жауабыңыз. Мазасыз. Міне осы сізді мына жаққа жібермейді. Міне осы. Мынау күнделікті тіршілік, күйкі тіршіліктен сіз аса алмай жатсыз. Бірақ істей беріңіз. Бас кезінде солай ойласаңыз да айта беріңіз, істей беріңіз. Дауысымды қатты шығарып оқысам да. Обусловленностьтегі басында солай болады, кейіннен ол практикаға айналады. Істей беріңіз. Айта беріңіз, оқи беріңіз, жалғастыра беріңіз. Сосын бір күні ананың өзінің ойы өшіп, өйткені сізге надо заземляться. Сіз мына жақта жүрсіз, мына ум. Анау не болады, анау істеп. Өйткені бұған бас кезінде рухани практикамен айналысқан ұнамайды. Бұған қайтесің, сонымен 1 сағат отырасың ба, немене соның барлығын 126 рет айтасың ба деп, әбден бізді неге салады. Сол бір оқығанда 50-60 минут оқимын, сол кезде сондай мысли
келеді да. Жалғастыра беріңіз. Сіз алдымен дыхательное упражнение жасап алыңыз. Сол кезде сіздің миыңыз өшеді. Сіз өшеткен ба? Дыхательный қыздар медитация жасаған кезде, намаз оққан кезде, міндетті түрде алдын ала дыхательный информация, жаңағы техникалар, жанар қаншасын көрсетті, мен қаншасын, ол миды тоқтатады. Бірден өздеріңіз байқасаңыздар, ми тоқтап қалады. Соны ғана ойлап тұрады, қалай дұрыс демалып жатқан жоқпын ба деп. Сол кезде ми тоқтайды. Ми тоқтағаннан кейін барып іске кіріссеңіздер, сіздердікі тезірек жүреді, тезірек нәтижеге. Сосын бір күн оқып, бір күн тастауға болмайды. Әр нәрсені 21 күн қайталау керек, міндетті түрде. Сол кезде ғана ол сіздің санаңызға сіңеді ғана сіз оны түсінесіз. Жалпы көп адам дұғаларды оққанда түсінбейді ғой. Сондықтан да біз мен шығарған кезде астына аудармасымен шығардым. Не мағына білдіреді ол? Көп айтады, мен намаз оқимын, бірақ менің жолым ашылмай жатыр деп. Намазды сознательно оқу керек. Рухани практикаға сознательно келу керек. Оның аяғы неге алып барады? Өзіңіздің бақытты болуыңызға алып келетін әрдайым есіңізде ұстап тұрсаңыз, сол кезде сіз тезірек нәтижеге жетесіз. Рахмет. Айнұрдың сөзіне қосымша айтқым келеді, күшті айтып кетті Айнұр. Сол кезде жаңа дыхательное упражнение 5 рет терең демалсаңыздар, ішпен, сосын мидағы дауыс тоқтайды шынымен. Мидағы дауыс өшеді, басқа дауыс қосылады, сананың дауысы. Сондықтан әрдайым дыхательное Мына жақта бір сұрақ жіберді. Тұрмысқа дейін көп қарым-қатынаста болу, аборт жасату күнәлары қазіргі күйеумен қарым-қатынасқа қаншалықты әсер етеді? Кешірімді ме жалпы? Енді сіздерден жасаған күнәларыңызден біз не болады деп ойлап жатсыздар ғой, любой адам солай ойлайды. Жоқ, мен айтып тұрмын ғой, бізде етпен сүйектен жаралған адамдармыз, неше түрлі қателіктер жібереміз. Әйел болғаннан кейін кейде жалпы әйелді жалғыз қалдыруға болмайды дейді ғой, ол жыншылықтарының құрсауында қалады дейді. Сондықтан әйелге күйеу керек, жолдасы керек, әрдайым қолдаушы керек. Енді бірақ біз енді жасаған күнәларымызды, оны енді біз не істейміз? Ол менің алдына шыға ма деп кешке шейін ойланамыз. Мен білемін, ондай адамдарды да білемін, өзімнің өмірімде де болған кейбір ситуацияларда, жақын құрбыларымда да болған. Өзіңіз кешіріңіз, өзіңізді кешіріңіз. Алда мен тек қана жақсылық жасаймын. Мен жақсылық жасауға ұмтыламын. Жаңа айттым ғой, біз періште емеспіз, бірақ періштелерге тән дүниелерді жасауға тырысамын. Адамдарға жақсылық жасауға тырысамын. Алла тағаладан сен не берсең де мен разымын. Мен өзімнің қатемді өзім көтеріп алуға дайынмын. Яғни өзіңе өзің жауапкершілік арта білу. Өзіңнің істеген ісіңе жауапкершілік ала білу. Сол кезде бәрі де жақсы болады. Ал бірақ негізі ана жігіт кінәледі, оның шешесі кінәледі, оның әкесі кінәледі, әкем кінәлі, шешем кінәлі дей берсеңіз, кінәлілер таусылмайды. Оны сіз тауып ала бересіз. Ең бірінші, мен өз өміріме өзім жауап беремін. Өзімнің өмірімді өзім қолға аламын. Ол ұрысып, жұлысып, таласу емес, адамдарға түсіндіріп айту. Мәселен, мен де күйеуім жіберіп қойған жоқ өстіп семинар өткізуге. Күнделікті мен түсіндірдім. Жанат маған оны істеу керек. Мен өзімді шығаруым керек. Егер ол менің ішімде тұра берсе, ол бір күні болмаса бір күні атылып шығады. Ол эмоция ғой. Білім дегенде эмоция, мұғалімдер бір жерге барып оқып келгеннен кейін сіздер айтқыларыңыз келеді ғой балаларға. Тура сол сияқты ол да эмоция. Яғни іште тұншығып жата берсе, ол бір күні горловая чакраны басқа жағынан тесіп шығады, дұрыс па? Тура сол сияқты біз істегіміз келген нәрселерді істеуіміз керек, бірақ ол дұрыс істер болу керек. Ал енді жаңағындай қателіктер болған болса, жаңа рухани практиканы жасау барысында кешірім сұрап өту. Өзіңізден кешірім сұрау, жаңа сізге жамандық, опасыздық жасаған адамдардан кешірім сұрау. Сіздің жасауыңызға мен қандай да бір себепші болып деп. Осыған Таргакованың күшті бір мысалы бар. Күйеуін Индияға алып барған кезде, күйеуі осы рухани практикаға мүлдем сенбеген, қарсы болған. Сол күйеуін ертіп барған кезде, күйеуін машина қағып кеткен. Кәдімгідей, күйеуі біреуді машинамен қағып кеткен, 2 қабат әйел дейді. Сосын қатты шокқа түскен ғой күйеу, не істеймін, мен соттап жүретін болды басқа елде, басқа жұртта деп. Сөйтіп жүгіріп шығып, жаңа әйелді көтеріп машинаға отырғызып, біз сізді врачқа апарайық десе, жоқ, керек емес деп айтады. Жоқ, мен апарамын десе, жарайды депті. Сөз жол бойы айтады дейді, күйеу дірілдеп, қалшылдап, машина айдай алмай қалған ғой, өзі отырып апара жатса, бұл менің кармам болды. Мен дәл сол кезде өзім сол жерде болдым. Мен осыны көруім керек болды. Мен сіздерге ешқандай ренішім жоқ деп. Құдайдан тілеймін, бәрі жақсы болсын, жақсы аяқталсын. Егер мен бәле іздесем, маған бәле жолығады өзі де.
сондықтан мен сізді кешірдім, қорықпаңыз деп айтып барыпты барғанша. Сол кезде күйеуі таң қалыпты, мынау не деген ел, мынау не деген мемлекет, бұндайда кешіруге болады екен ғой, иә. Сосын действительно врачқа барады, барлығы жақсы болады. Қайтып келе жатқан кезде ана әйелден кешірім сұрап, мен не істейін, сізге бірдеңе алып берейін, подарок алып берейін десе, күйеуі айтыпты, сіз маған қатты өзіңізді кінәламас үшін тамақ алып беріңізші, мен тамақ ішейін, сол бойынша сізді кешірейін деп. Яғни сіз өзіңізді кінәлі санап қалмас үшін деп, ол өзін ғана емес, өзгені де ойлап тұр. Сол кезден бастап күйеуі осы рухани практиканы қабыл алған екен. Демек біздің қайбір ісімізде де ол солай болу керек болды. Енді болған нәрсені біз қайтара алмаймыз ғой, иә қыздар? Өтті, кетті. Демек біз алдымызды ойлап, болашағымызда ондай жамандық жасамауға тырысуымыз керек. Болды осы ғана. Ұнатқан жігіттің атын айтып аффирмация айтса бола ма, бойда жігіт болса? Ол жігіт сіздің күйеуіңіз емес, сондықтан оның атын айтып аффирмация айтудың қажеті жоқ. Ол сіздің күйеуіңіз болса, ол и так та болады. Сондықтан ондай нәрсеге назар аудармай, ондай пустякпен, былайша айтқанда, айналыспай, рухани практикамен айналысыңыз, адамдарға қызмет етіңіз, сол кезде бәрі келеді. Егер түсініксіз болса, онлайн тренингті алсаңыз, сол жерден барлығын түсінесіз. Сосын мына жігіттерге байланысты тағы да сұрақ келіпті. Жігіттермен еш араласқым келмейді. Осыдан 2 жыл бұрын араласқан жігітім болған, өте ақылды, менің идеалым болған. Сол адаммен өзіммен салыстырып, ешкіммен араласқым келмейді вообще. Ешкім идеал емес. Ешкіммен идеал жасаудың қажеті жоқ. Ешкім идеал емес. Біз де идеал емеспіз. Ешқандай ешкімнің күйеуі де идеал емес. Идеал адам жоқ. Барлығының бір кемшіліктері болады. Сондықтан ешкімнен идеал іздеудің қажеті жоқ. Ол жігіттің қайдан білесіз? Мүмкін ол идеал болса, может быть, ол пеште сияқты болу керек қой. Ол дәрет сындырмау керек, иә, мысалы, неше түрлі еш шығармау керек деген сияқты. Кешірім сұраймын, бірақ қажет емес бұндай нәрсемен айналысу. Өзіңіздің өміріңізді жөндеңіз. Уақытыңызды босқа өткізіп жатсыз. Уақыт деген қайтып келмейді, сондықтан займитесь делом деп айтқым келеді, иә? Менде ешкімге реніш жоқ. Медитация жасайын десем, ренжіген адамымды есіме түсіре алмаймын. Ренішімді ешкімге ұстамауға тырыссам, мүмкін содан шығар. Реніштің болмауы мүмкін бе? Реніш болмаған жақсы емес па енді? Реніш болса да жақсы. Не деуші еді ана, тука кім айтушы еді ғой? Не болса жақсы, болмаса еш жақсы. Баяғы айтатын еді, ренішіңіз болмаса ол тіпті керемет. Ол өте күшті. Сіз бақыттысыз. Сонда да медитация жасай беріңіз. Ол деген одан сайын сіздің бақытыңызды көбейтеді. Мына жақта маған бар ғой, 6 сұрақ па, 7 сұрақ па, бірақ шешеді. Маған целый семинар жасауға болады, бірақ енді қысқа жауап бере салайын, иә? Жалқаулықтан қалай арылуға болады? Енді ол жаңа айтып өттім, иә? Біз қандай болсақ та өзімізді қабылдаймыз да ары қарай әрекет жасаймыз. Жалқаулықты сізден ешкім алып тастамайды. Жалқаулық дегеніміз бұл да жаңа Жанар айтып өткендей жыршылардың біз құрсауындамыз деген сөз. Яғни ол саған жалқаулықты беріп тұр. Бірақ сен оны жеңу өзіңнің қолыңда. Біз ештеңе істей алмаймыз. Біз айттық, көрсеттік. Жалпы ақырындап қадам жасау керек екенін ұқтырдық деп ойлаймын, иә? Жалқаулық дегеніміз, сіз өзіңізді ойлаңызшы, қасыңызда постоянно шайтан жүр деп. Хотите этого? Тогда сырып тастаңыз да жалқаулықтан арылыңыз, иә? Оны тыңдамаңыз. Сіз керісінше өзіңіздің жүрегіңізді тыңдаңыз. Жүрегі бизнес ашқысы келеді екен, қойған кісінің. Бизнес ашқысы келеді, бірақ қорқып тұрамын дейді. Кез келген бизнесте неге қорқамыз ашуға, білесіздер ме? Өйткені білім жетіспейді. Білім жетіспеген кезде сіз қорқасыз. Кез келген нәрседен қорқасыз. Құлап қалудан қорқасыз. Тіпті дәрігерге бара жатып та біліміңіз болмаса, өзіңіздің ауруыңыз туралы білмесе не айтады екен деп барасыз, иә? Сондықтан жаңа да тағы да айтып өтем. Білімді жетілдіреміз. Ол білім дегеніміз бүткіл ғылыми техникалық бүткіл ненің бәрін біліп алу емес, өзіңізге қажетті дүниені білу және оны жүзеге асыру. Сізге не керек, соны ары қарай дамытып оқып алу. Әркімге әртүрлі нәрсе керек, иә? Бизнес саласында мәселен делік, сіз егер бір кафе ашқыңыз келеді дейік, мысалмен, иә? Барып официант болып жұмыс істеп көріңіз. Официант болып жұмыс істеп көріңіз. Жалпы оның не екенін көріңіз. Мәселен, мен өзім сауда жасағам. Одан ешқандай ұялмаймын. Біреулер айтатын шығар, из грязи в князи дейді. Мен оны жасырмаймын, всегда айтамын. Да, я из грязи в князи. Мен базарда тұрғам, сауда жасағам, шай сатқам. Сол саудамның арқасында мен еш уақытта ақшадан қысылған емеспін. Өзімді сол үшін, былайша айтқанда, жақсы көремін. Сол тірлігім үшін.
Адамдардың сөзінен қорқып кетемін. Қалай қорқынышты жеңуге болады? Жаңа айттым ғой, неге қорқасыз? Өйткені аураңызда тесік бар. Тесікті қалай бекіту туралы мен айттым деп ойлаймын, иә? Түсінікті айтпадым ба әлде? Түсінікті айттым. Соны жасаңыз, жанардың медитацияларын жасаңыз. Осы жердегі жасаған дүниелерді қыздар жасаңыздаршы. Жоқ дегенде алдайда сіздер нәтиже көресіздер. Иә, бірінші кезде сіздерге көп кедергілер болады, байқайсыздар. Как будто бәрі қайтадан артқа кетіп жатқандай. Кривая болып кетеді. Қисық кетіп бара жатқан сияқты кездеріңіз көрінеді өздеріңізге солай. Бірақ, егер сіздер ары қарай жасай берсеңіздер, өз жолдарыңызды табасыздар. Мен, Жанар барып сіздердің үйлеріңізге барып сіздер үшін дұға оқи алмаймыз. Ешкім сіздер үшін оны істей алмайды. Сіздер үшін медитация жасай алмайды. Сіздер үшін Алладан тілей алмайды. Иә, біз айта береміз, сен үшін тілеймін деп, бірақ ешкім тілей алмайды. Оның тілеуін кім ет деп іздеп жүрмейді, өзің тілеуің керек. Балаңызға да үйретіңіз, күйеуіңізге де үйретіңіз. Жалпы сіздің істеп жүргеніңізді сосын олар қайталай бастайды. Өзіңіз істеп бастаңыз, иә? Тағы не дейді? Қалай ақ жолдай болуға болады? Яғни жолым ашық болсын деу ғой, иә? Аффирмация оқу. Мен айттым ғой, кез келген нәрсеге, даже армандар картасын жасауға дейін аффирмация оқып, соған миыңызды өзіңіздің жолыңыз болғыш екеніне сендіріңіз. Күнде өзімді жақсы көрем. Жаңа айттым ғой, айнаның алдына тұрамыз да, мен сені тура осы қалпыңда жақсы көрем. Сен сондай жақсысың. Сен тіпті кішкентай ғана үйіңізде тамақ күшті жасайсыз ба айтыңыз. Мен не деген керемет тамақ жасаймын, мен сияқты ешкім жасай алмайды. Я? Мен керемет пол жуам. Мен керемет шаш жуам, бет жуам. Там көп енді. Мен ойламаймын, Алла тағала адамдарға бәрін бірдегі береді, ары қарай оны пайдалана алатындар бар, және пайдалана алмайтындар бар. Каждый человек уникален. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, біз 2400-ге жуық сперма кетеді екен қатынас кезінде, иә? Соның ішінен сіз шығасыз, жалғыз өзіңіз. 2400 сперманың ішінен. И как же вы не уникальны? Каждый человек уникален. Каждый человек ол өзінше бір маг. Бірақ ары қарай сол магический палочканы қолдана білмеуі өзіне байланысты. Сосын ары қарай саған Қайсы үшіншісі ма? Рухани практиканы айналысуды бастаймын, 3-4 күн жақсы жасаймын, ары қарай құлшынысым болмай қалады. Не айтам енді бұған? Негізі мына жерде сұрақтарды қарап отырмын, иә, барлығының жауабын бағана біз айтқанбыз. Көп нәрсе айтылған, бірақ бір адамдарға әлі де жетпеді, ол шуламайық, жететін уақытта жетеді, иә. 3-4 күн жақсы жасаймын, ары қарай құлшынысым болмай қалады, демек сіздің мақсатыңыз жоқ. Сіз рухани практиканы не үшін жасау керек екенін білмейсіз. Сізге не үшін керек? Өзіңізге сұрақ қойыңыз, осыны жасау маған не үшін керек? Өзіңізде мотивация оянғанда ол мен айтқандықтан, Айнұр айтқандықтан, басқа біреу айтқандықтан емес. Мысалы, таңертең тұру не үшін керек маған? Өзіңізге айтыңыз, таңертең тұрғанда не болады? Не үшін керек маған? Әлде мен елдерге қарап, мен де таңертең тұрамын деп айту үшін ба? Онда тез-ақ өліп қалады құлшыныс. Сондықтан ол жерде сол бір нәрсе болу керек. Я, сен таңертең ерте тұрсаң, онда мынандай болады деген. Сондықтан ана онымен жұмыс істеу керек, иә? Келесі. Кітап оқуға деген махаббат қалай көбейтуге болады? Махаббат кел деп айғайлайсыз деп. Кітапты оқуға қалай көбейтуге болады? Тоже айтыңыз, кітап маған не үшін керек? Кітап оқу не үшін керек? Елдерге мен соншама кітап оқыдым деп айту үшін ба? Жоқ, әлде сол кітаптан бір маңызды бірдеңе алу үшін ба? Менің интеллектімді көтеру үшін ба? Сұрақ қойыңыздаршы, кітап оқу не үшін келеді? Сол кезде сізге жауап келеді, аха. Келесі, жазуға деген құлшынысты қалай көбейтуге болады? Арман тілектерімді жазайын десем ерін қалам. Мақсат жоқ. Просто не знаете, что вы хотите. Бірінші соны нету керек. Бұлар маған не үшін керек дегенді білу керек. Сол кезде барлығы керек. Өзіңізге айтыңыз, у меня нет выбора. Менде басқа выход жоқ. Болды, мен мынаны жасауым керек. Мысалы, карта желание болса, болды, менде басқа выход жоқ, басқа мен не істеуді білмеймін. Карта желаниені алып жасаймын деген сияқты. Просто надо делать. Просто істеңіз келмей бара жатса да, мына стаканды алыңыз да мына жерге қойыңыз. Ананы алыңыз да мына жерге қойыңыз. Просто әрекетті бастай беру керек, аха. Ойланып отырмау керек. Қалай болады екен, солай болады екен, қашт емес, әрекет. Бала кезімде зорлық көргем дейді. Жақын адамымнан
қорқынышым балаларымның басына келе ме деген қорқыныш бар екен. 5 балам бар дейді, 5 балада ер бала. Сіз бақыттысыз, кім жасады, иә? 5 ер баласы бар, 5 ұлдың анасы, ол басында тәжі бар әйел, уже. Сондықтан Алла тағала бір жақтан алса, бізге бір жақтан міндетті түрде жақсылығын түйіп төгіп береді. Ол өтті, жаңада айтып өттім, өткен іске өкінгеннен ешқандай пайда жоқ. Біз алға қарай жылжуымыз керек, алға қарай өмір сүруіміз керек. Алла тағалаға сол 5 балаңыз үшін күнде разылшылығыңызды білдіріп, сол адамды кешіруге тырысыңыз. Жаңа кешірім медитациясы болды ғой, тура соны жасап, кешірім медитациясын жасап, кешіріңіз, рахмет айтыңыз. Мүмкін олай болмаған жағдайда сіздің өміріңіз басқаша болар еді. Ал қазір 5 балаңыз бар, ұл балаңыз бар. Яғни сіз қаншайымсыз, құттықтаймыз сізді. Енем өмірден өтерде маған қатты ренжіп өтті дейді. Жалпы енелеріңізді ренжітпеңіздерші, қыздар. Үлкен кісілерді ренжітпейікші. Олардың өмірі өте қысқа, бізден 2-3 есе үлкен, иә. Ертең өзіңіздің де ене болатынымызды, өзіміздің де жаңағы келінді болатынымызды, күйеу балалы болатынымызды ескеріп жүрейік. Енді өмірден өтіп кеткен болса, кешірім сұраңыз, күнделікті кешірім сұраңыз. Артқа қарай, тағы да айтамын, артқа қарай ештеңе жылжымайды. Тек қана біз оны медитацияменен ғана кешірім сұрай аламыз, басқа жолы жоқ. Енді қайын жұртыммен араласпаймын дейді. Қайын жұртыңызбен араласыңыз, керісінше, соларға жақсылық жасаңыз. Енді балаларым алдынан шыға ма деп қорқып отыр екен, осы ісім. Мен Құдай емеспін, сіздің балаңыздың алдынан шығады, шықпайды деп айта алмаймын. Айтып тұрмын ғой, неше түрлі сұмдық жасағандардың балалары да кейін жақсы болып жатады. Олардың өз тағдыры бар да. Бірақ ондай қорқыныш аяғында соны алып келу керек, мүмкін. Сондықтан өзіңізді кешіріп, ренжіткен адамдарыңыздан кешірім сұрап, кармаңызды тазалауға тырысыңыз, басқа түк те жоқ. Қайын жұртымен араласпайтын қыздарға айтарым. Қайын жұртпен араласпайтын және қайын жұртты жамандайтын қыздар, ұлдарыңыздан ештеңе шықпай қалуы мүмкін, ғажап емес. Ұлдарыңыз ез болып өстуі мүмкін. Сондықтан әрдайым ұлдарыңызға оның жұрттың елін мақтап отыру керек. Сенің атаң мықты болған, сенің әкең мынандай, сенің ата-бабаңда осындай қасиетті адамдар болған, сол қасиет саған қонған деп сендіріңіздер. Егер сенің ата-бабаңнан дым шықпаған, алқаш болған десеңіз, балаңыз тура сондай болады. Ренжімеңіздер. Басқа жолы жоқ енді. Мен білетін жол осы ғана. Мынандай хат, 7 жыл болды, балалы бола алмадым, қабылдадым десем де, біреулер емделмейсің, басырап ал дегенде жүрегім езіліп кетеді, көзге жас келеді, қалай қабылдаймын. Енді бұл деген қазіргі біздің любопытный варваралар қоймайды ғой енді осындай. Неге күйеуге тимейсің, күйеуге тисе неге бала тумайсың деп, иә? Қыз туса неге ұл тумайсың, ұл туса неге қыз тумайсың деген сияқты. Сондықтан ел не дейді деген установка. Установкамен жұмыс істеу керек. Жалпы бала ел үшін керек емес, сіз үшін керек, иә? Бала уақыты келген кезде келеді. Алла тағала сізге уақыты келген кезде сол баланы береді. Баланы шақыра білу керек екен. Ол бала жан, ол әлі сіз таңдаған жоқ. Әлі сіздің уақытыңыз келген жоқ. Онда қалай сіз Құдаймен жағаласасыз, мысалы, иә? Сондықтан ел не дейді? Я дей беріңіз просто. Я дей салыңыз. Слайдты ауыстыру керек. Слайдты ауыстырған кезде ешкім сізге келіп айтпайды. Слайдты надо поменять. Сізде әлі ішіңізде сол нәрсе тұр да, мен осындаймын деген бір мүсәпір деген сияқты. Сондықтан сол слайдты ауыстырамыз, бүгінгі практикаларды жасаймыз, иә? Қыздар, көп сұрақтар бір-біріне қайталанады екен, қатты. Мәселен, үйдегі береке қыздың қабағымен көңіл күйіне байланысты дейді. Әрине, әйел бір қолмен бесік, бір қолмен әлем тербейді деп жаңадан бері айтып келе жатырмыз. Меніңше ол түсінікті деп ойлаймын. Келесі, мынау енді сауда жақсы болу үшін, клиент тарту үшін, ақша шақыру үшін, балаларымыздың жақсы болу үшін. Мен жаңа не айттым? Мұның бәрі арман, иә? Мұның бәрін орындау үшін жаңағы банальный болса да жаңағы дүниелерді жасау керек. Басқа жолы жоқ, қыздар. Велосипед ойлап таппай-ақ қойыңыздар. Сіздер мүмкін осы арқылы менен фэн-шуй практикаларын сұрағыларыңыз келіп жатқан шығар. Фэн-шуй практикаларына егер менің семинарларыма қатыссаңыздар, ол жерде де осы энергия туралы айтылады, ци энергиясы туралы айтылады. Ци энергиясын көбейтудің жолының бәрін біз жақсылап тұрып жаңа айтып кеттік. Оның барлығы бүткіл
жерде жазылған С энергиясы дегеніңіз бұл бірінші кармаңыз болмау керек. Яғни күнделікті кармаңызды тазалауыңыз керек, күнделікті жақсылық жасауыңыз керек. Осының бәрі адам бойындағы С энергиясын көтереді, а оның аяғы күліп жүру, жақсылық жасау, спортпен айналысу, дұрыс тамақтану, оның бәрі неге алып келеді? Сіздің арманыңыздың орындалуына, клиентіңіздің көп болуына. Күліп тұрсаңыз, клиент те келеді сізге, дұрыс па? Осының бәрін жүзеге асырады. Дракон техникасын сұрапты, оған онлайнға қатысыңыздар, бұл жерде ол өте ұзақ. Жолдасым мені үнемі төмендете береді, яғни сен ақымақсың, қашан ақыл кетеді деп түртпектей берсе, қалай құтыламыз? Одан құтылмайсыз. Просто айтыңыз, иә, мен ақымақпын деп. Мен осы ақымақпын, мен басым істемей қалды. Сен сондай ақылсың ғой, Айнұр айтты ғой жаңа. Сен сондай керемет, сен қандай генийсің деп айтыңыз. Күле берсеңіздер, любой ситуацияда күліп жеңіңіздер. Мен үшін қалғандары қайталанады екен, а? Ал, давай. Бәрі бар, айтылды осы жерде. Сондықтан жауамыз. Ал, давай. Тікелей эфирде айтамыз деді ғой. Микрофон беріңіздерші, қыздар. Вообще естіп атқан жоқпын сіздердің шуларыңыздар. Қыздар, кітаптарға қол қоймаймыз қазір. Отыра тұрыңыздаршы, кішкене сыйлаңыз. Кішкене бір-бірімізді сыйлайық. Тағы да 15 минут сосын болды. Жаңа ғана карма, бақыт деп айтып едік, иә? Микрофон Айнұр ханым, жақсы районда тұрады, үйлері таза ұстайды, өте таза ұстайды, бірақ үйінен таракан арылмайды. Қандай Залына дейін жүреді, залда мысалы көп отырмайды олар ешқашан, бірақ үзілмейді. Бор да кетті, борная кислота да кетті. Сол бір неме баланс. Тараканды Айнұр кетіп бермейді ғой, құдайма. жалпы бар ғой, чистоплотность дегенде мынандай баланста болу керек. Білесіздер ма соны? Адам деген кешке шейін аурумен күресе берсе, ауру бола береді. Тура сол сияқты кешке шейін үйіңді жинай берсең, ол шашыла береді. Оның да өзінің мөлшері бар. Неге мен айтам, үй жинайтын уақыт келді, мынандай уақытта үй жинағандарыңыз жақсы деген сияқты. Күнде үйіңді жинай бергеннен де түк шықпайды, қыздар, Сол сияқты ол мидағы да таракандары өзінің үйінде жүр, былайша айтқан кезде. Яғни қаншалықты адам, менің бір қыз келіп менен сұрап жатыр, мен балама дейді, мен баламды барлығын жасаймын, он стерильный говорит, бірақ ауыра береді. Не, я говорю, потому что он стерильный дедім. Потому что он стерильный. Біз деген стерильный болған сайын бәрібір обществомен араласамыз ғой. Сол сияқты оларға да надо отпустить ситуацию. Күнде тазалай бергеннен одан түк те шықпайды. Яғни өзінің методымен тазалау. KonMari деген методы бар, қарап көрсеңіздер болады. Интернетте күшті KonMari деген метод бар. Қарап шығыңыздар. Үйді жинаудың және оны реттеудің. Яғни күнделікті үй жинай беруге болмайды, қыздар. Ол да угнетает. Это очень большое тоже угнетение. Оны күнде істей берсеңіздер де шашып кетесіздер. Так, кім қандай сұрақ? Ал қойыңыз. Жалпы балаға қатысты осы арман картасына менен көп сұрайды. Жаңа ғана айтып өттім. Балаңыз сіздің ол бөлек тұлға, қыздар. А может, он не хочет быть президентом? Сіз қалайсыз, мүмкін ол қаламайтын шығар. Жоқ, балаңыздың өзінің суретін қойыңыз. Поэтапно жүргіземіз балаларды. Яғни сіз оның анау 40-қа келгендегі жасындағы карьерасын емес, 4 жыл, 5 жыл, өйткені армандар картасы 4-5 жыл сайын ауысып тұрады, қыздар, Армандар картасы жаңада айттым ғой, поэтапно жасаймыз. Не надо сразу Букингемский дворецтегі бриллиантты туда ставить. Ақырындап. Сосын барып, анандай заоблачный арман орындалмағанда не болады? Деградация ұшайсыз, өзіңізден өзіңіз депрессияға кіресіз. Но менікі неге орындалмайды, значит мен деген күнәһар шығармын деген сияқты, Сондықтан балаңызға да медальдар іліп, медальдар ұстап тұрғанын, чемпион болғанын, жетістікке жеткенін, лидер екенін көрсететіндей киіндіріп, әдемілеп суретке түсіп үлгіңізге болады. Бірақ не надо оған 40 жасқа дейін карьера жасап берудің қажеті жоқ. Сіздің балаларыңыз естеріңізде сақтаңыздаршы, 21 жастан кейін энергетически сіздерден бөлініп кетеді. Бітті, ары қарай
вы за них ответственность не несете по энергетической форме. Ештеңе ала алмайды сіздерден. Сондықтан беретіндеріңіздің бәрін 21 жасқа дейін беріп алыңыздар. Сосын барып ақыл айтам, үйретем деген нәрсе уже поздно. Это тоже установка, Жанар айтты ғой жаңағындай. Оны елдер айта береді. Шуткаға айналдырыңыз. Зато мы все красивые. Зато біздің үйде красота бар. А где красота, там и деньги, девочки. Мен бітіп қалды. Тыңдадық. Чакра ғой. Чакра, горловая чакра. Жұмыс істей беріңіз. Айғайлаңыз. Үйге барып, үйде ешкім жоқ кезде айғайлаңыз. Жақсы әндер айтыңыз. Өзіңіздің ішіңізде бір нәрселерді шығара алмай жүрген соны дауыстап айтыңыз. Біреуге айтудан ұялсаңыз, өзіңізге дауыстап айтыңыз. Соның барлық істе мына жеріңізде тығылып тұр. Сондықтан соның барлығын шығару керек. Иә, ішіңіздегі Жасай беріңіз.